Алланың аманаты. Ұлық Алла 18 мың ғаламға бүгін сендерге бір аманат ұсынамын. Кімде-кім аманатты қабыл етіп, оған қиянат қылмаса, шексіз бақытқа қауышады. Бірақ аманатты алғаннан кейін оның шарттарын орындамаса азап тартады, дейді. Күллі жаратылыс. Не аманат? Деп сұрайды. Ол махаббат. Оны иеленген жаратылыс иесі өлгенше сүйіспеншілікпен өмір сүруі керек. Айналасына шуақ шашып, елжіреп тұратын халінен бір сәтте ажырамауы тиіс. Аманатты жоғалтқандар тас жүрек зұлымға айналады, дейді. Осы сәтте бүкіл ғалам үнсіз қалады. Тау тас, аспан мен жер тәуекелге бара алмай, шегіншектеп тұрып қалады. Адам ата ол кезде ілімсіз еді. Аманаттың ауырлығын жете түсінбесе де, ұлық Алланың дидарына ғашық болғандықтан аманатты арқалап алуға келісті. Ұлық Алла, мені мұқият тыңда. Егер шын көңілден мойынсұнып аманатты таза сақтасаң, мәңгілік сый көресің. Ал егер қиянат қылсаң, көретінің тек азап пен жәбір, дейді. Адам ата, я тәңірім, аманат майданында менімен бірге боласың ба? Деп сұрайды. Әлбетте, дүниеде мен сенімен бірге боламын. Егер сен мені көркем есімдерімді атап шақыратын болсаң, дейді. Ұлық Алла уәде берген соң адамның жүрегіне сенім кіреді. Аманатты маған берсең, мен оны жүрегімде сақтаймын. Оны таза ұстауға тырысамын. Ұрпақтарыма да аманат етем, дейді. Құдай тағала, аманатты таза сақтаудың шарттары бар. Мен арам деп тапқан барлық нәрседен аулақ жүресің. Жеген асың адал болсын. Сөйлеген сөзің мәнді болсын. Жүрегің кірленбес үшін әурет жеріңді жауып жүруге міндеттісің. Аманатты аман сақтауға да, жоғалтып алуға да септесетін ең басты құралың қызыл тіл. Тілің ғайбат сөйлемес үшін мен оны 3 түрлі қорғанға қамадым. Олар 2 жақ, 2 ерін, 30 тіс. Осы 3 кедергіден өтіп, өсекке жол беретін болсаң, аманатты ұрлатып аласың. Махаббат кеткен соң жүрегің қатайып, қиянатты шімірікпей жасайтын зұлымға айналасың.